Қайырлы күн, қайырлы кеш баршаларыңызға. Бүгін Буллит партияға анализ жасайын деп отырмын. Ұнаса лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Қарсыласым Джонни Нөліш деген азамат, неміс азаматы, Германия азаматы. Енді оны 2556-ны қалай ұтамыз? Осы жерде қысқаша анализ жасап кетейін деп отырмын. Мен E4 ойнадым, мен 1 минут қана уақыт берілді. Олар конь F6, мен автоматты конь F3. Олар пешкіні алды, таза пешкі артық, бірақ бұндай пешкі берген кезде тез, жылдам, агрессивін ойнау керек. Сондықтан мен D4 дедім, олар артпен қашты, сразу C4, G6, бәрін дұрыс жасап жатыр. Атты шығардым, слонды шығардым, бірден ферзь D2 и бірден рокировкаға көштім. Енді осындай пеш құтылған кезде, соперник өте мықты болған кезде, противоположный дейді, қарама қарсы рокировка жасап, екі жақтан кім бірінші атака жасайды тәсіліне көшеміз. Ол келісті, қысқа рокировка жасады, ал мен ұзын жасады. Енді сразу H4, H5 или слон H6 бастауға болады негізі, бірақ мына пешкіні алмасам қауіп төнейін деп тұрған сияқты. Бір жағынан слоным ойында шығару керек, бір жағынан ұзын диагональда, сондықтан алуға тура келді, асығыс жоқ. Олар C6 ойнады, D5 ойнамағанды қалап тұр. Мен пешкіні алдыға жеріп алатын болсам өте қауіпті болады тоже. И мен осы жерде асықпадым, профилактикалық ход жасадым. Нет, слон H6 ойнадым, дұрыс бірінші, ол жемеді, мен жеп алдым. И өзі негізі заң бойынша слонды осындай G7-ге қойғанда әрқашан айырбастауға тырысыңыздар. Өйткені бұны айырбастамай ешқашан корольді бұзу мүмкін емес, сондықтан осыдан басталады. Кез келген мықты партиялардың барлығын қарасаңыздар, осы слонда айырбастаумен жұмыс жасайды барлық гроссмейстерлер. Енді осылай айырбастаған кезде сразу H4 дедім, сразу H5, если атпен алатын болса, сразу ладьяны беруге әрқашан дайынбыз. Әрине олар бірінші менің слоныма дайын шабуыл жасады. Бұл жерде шабуылдар артық болар, енді фигурамды беру болмайды, сол себептен бірден артыққа қаштым. Сразу мына жерге емес, не жерге қаштым. Осы диагональ маған керек, ұстай тұрайын дедім. Ол H5 ойнады. Енді мен конь B1 ойнадым. Негізі атты не қалып барып алуға бар, бірақ қорықтым, слонды алдымды кесіп алатын болса, король мына жерде өте қауіпті, всегда осындай бір размендер болып кетпеу үшін бұлда шахматта профилактикалық ход бар, жүріс бар. Мен осылай жүрдім, шах береді деп ойладым, ол берген жоқ, өте ақылды ойнауда, неқтан шақтан пайда бар жоқ екенін түсінді. Сондықтан мен король мына жаққа онсыз да баратқан связка қойды. Өте маңызды. Сондықтан мен бірден ладьяны алып кеттім мына жаққа қарай. Енді мына атты босатқым келіп жатыр. Алсаң ал, осы линиямен атака жасап көремін деп жатырмын. Алмасаң мен қазір өзім барам деді. Ол қапталдан шабуыл жасап жатыр. Мен атпен бардым, шабуыл жасады, слонмен қаштым, артқа қарай бұзды. Өте керемет ойнауда. Мен алдыға пешкіні жүрдім бөлішке. Өйткені мына линияны аштыратын болсам, жағдайым өте қиын болады. Сондықтан олар размендеді. Сен пока енді алсаң өзің ал, менің условиямда, өйткені ұзын диагоналға шаққа керек боласың. Мен алдым, ол мына жақты алып алды, мен алып алдым, ол мына жақты алды. Енді открытый шақты беруге тура келді. Может быть, H5 сразу ойнау керек еді. Бірақ мен енді бергім келді, пайдаға асырғым келді. F6 ойнады. Бұл жағынан әлсіреттім, мына пешкісін. Бұл жерде H5 ойнады. Мен еш нәрсеге қарап жатқан жоқпын. Негізі бұл жерде H5 емес еді, қалай ойнаған дұрыспен. H5 енді жақсы. Негізі ферзь D3 ойнағанда болатын еді. Негізі F5 ойнайды, онда ары қарай не істеймін, шақ берем, и одан кейін H5 бұзамын. Бірақ үлгере алмаймын, ферзь келеді одан. Сондықтан меніңше сразу H5 дұрыс деп ойлаймын. Ол ладьяны бірден қойды, негізі атпен алып алу керек еді оған. Бәрібір сол вариант болады. Ладьяны қойды, мен жедім, атпен жеді, и ферзь D4 ойнады. Неге D4? Бір жағынан осы диагональды ұстап тұрайын дедім, ешқашан F5 ойнады. Екіншіден, ат бір жерге кететін болса, размен жасап, и ладья керетін болады, екінші. Всегда ұстап тұрам. Сондықтан ол бірден D4 ойнады, E5 ойнады, мен пешкісін алып алдым. Енді бұл мына пешкінің алған мақсатым келесі ход, мен может мынандай шақтарды беріп қалам ба деп тұр, мына слонға жол ашып. Бірақ ол шақ керек кезде ғана берем. Олар болса атпен ойнады. Негізі бұл жерде қалай ойнау керек еді? Негізі идея шах беруге болады. Ол жейді мен жеймін, король h8, ары қарай бір ешқандай атака жоқ сияқты. Жоқ, шынымен ұнамады маған. Одан кейін мен енді жылдам ойлану керек болды. Ладья d1 ойнауыма болатын еді негізі. Жақсы ход еді негізі ладья d1. Ферзьмен қаша алмайды, сразу ладья кіреді. Сондықтан ол мына жақта алатын еді, мен алам. И мына жақтан кіретін едім. Бірақ ода да бір айтарлықтай бір результат береді деп айта алмаймын. Сондықтан мен бірінші алдым. Бұл вариантым да өте тамаша. Корольмен алатын болса, мен шах берем, қашат, шах берем, қашат, и осындай мат болады. Мен бұны есептедім. Сондықтан олар білдім. Корольмен алмауға болмайды, сондықтан ол ферзьмен алды. Онда мен не істеймін? Есептедім. Ладьяны алып барам дегенше ұзақтау.
негізі алып баруға болады еді, бірден разменге қояды. Сондықтан бірден ферзбен кірейін дедім, мына жаққа қаша алмайды, бірден мат алады. Корольмен мында барса ладья барады. Мен осы вариантқа мен барайын дедім, осылай шах бердім, осылай балды. Негізі бұл жерде тактикалық ударлар бар. Шах берем, алам, шах берем, король қашады. Бір ешқандай матты көрмедім, таппадым бұл жерден. Сондықтан маған ұнамады жертва. Сондықтан Ж4 ойнауға тура келді, мен дұрыс жасадым. Енді атын бір жағынан мат, бір жағынан оғанда қиын. Ол сондықтан корольмен ойнады. Автомат түрде екеумізде де уақыт аз. Ода 26 секунд, менде 15 секунд. Енді осы жерде негізі асықпай ойнағанда шах беруге болады еді. Осындай керемет шах, король мында қашады. Ладьямен, ладьямен шах, король қашады, и ферзді 7, и любой ходқа мына жерден мат. Осылай жасау керек еді. Бірақ мен не істедім? Мен ладьямен автомат түрде алдым. Ол алды, мен алдым. Ол ладьяны алып келді. Негізі бірден G7 ойнау керек еді. Мен бірақ шах беріп алдым, сосын барып G7 ойнадым. Ол алды. Бұл жерден тез ойлану керек, уақыт жоқ. Сондықтан мен аны алуға неге бел будым? Неге үшін бұны алдым? Қараңыздар. Бұны алғандан кейін, мен ферзь шығарғаннан кейін, король мынандай шетте болғаннан кейін тез мат алады. Тем более мынандай жеңіл фигура болған кезде. И дәл сол тактика слонды осылай қалай ойнаса да мен слонды осы жерге алып барады деймін. Одан кейін мына екі нүктеден тез мат қойды. Дәл солай болды, былай нанма. Или керісінше мына жақтан шах беріп, бұны осылай мат қоюға болады. Мен енді бұл әдемі болсын деп осылай мат қойдым. Ол 7 секунд уақыт қалды, осылай керемет ұттым. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Менің комментім, өзім ойларым. Осылай ұтуға болады. Кез келген мастер болсын, гроссмейстер болсын, агрессивный ойнасаңыздар, шахматта өте пайдасын алып келіп жатады. Ең бастысы ұнаса каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша қызықты ойындарда аман сау болайық.